Қайырлы көрермендер, кейде көктайғақ мұзда, күннің суығында аяғымыз тайып, үнемі жарақат алып жататын кездер жиі кездеседі. Бірақ аяқ киім таймас үшін жасалатын әдістер бар екен. Біз бүгін соны тексеріп көрмекпіз. Аяқ киімнің таймауына мынандай ыстық желім көмектеседі екен. Біз қазір соны да тексеріп көреміз. Ол үшін аяқ киіміміздің табанына еріген желімді жаймен жағып шығамыз. Бұл өте жылдам қатады, бірақ енді суға тигеннен кейін еріп түсіп қалуы да мүмкін. Бірақ уақытша тырықтан шығуға меніңше көмектесетін сияқты. Міне жағып болдық, енді қазір сәл кішкене кепкенін күтіп, одан кейін далаға шығып байқап көреміз. Құрметті көрермен, ыстық желімді аяқ киімге жапсырып, бастапқы орынға қайта келдім. Енді таямай ма аяқ киімі, соны тексеріп көреміз. Мына жер көк мұз болғаннан кейін тайып жатыр, бірақ қатты қалың қарда таймайтын сияқты. Сізде үйде осы әдісті жасап тексеріп көруіңізге болады. Әзірге мен бұл лайфхактың іске асатынын көріп тұрмын. Ендігі лайфхагымыз мынандай қар күрейтін күрекке арналмақ. Байқасаңыздар, қар күреген кезде өстіп үнемі жиналып қалатыны бар. Бірақ оны жиналмай күректің ауырлауына мүмкіндік бермейтін әдіс бар екен. Біз соны да тексеріп көрмекпіз. Ол үшін бізге мынандай балауыз шам керек. Осы балауыз шамды күрекке жағып шықса, қар жиналмай және ауырламайды. Соны байқап көреміз. Алдымен күрегімізді тазалап алайық, сосын балауыз шамды жағамыз. Міне жиналып қалған қарды тазалап болдық. Енді қазір осы жерге балауыз шамды жағамыз. Балауыз шамды барынша жағуға тырыстым, бірақ бар жағылған осы ғана болды. Мүмкін ермегеннен кейін де дұрыс жағылмай жатқан шығар, мүмкін ертіп көрерміз. Жоқ, міне көріп тұрғандарыңыздай суық күнде оттықтың жануының өзі екі талай. Сондықтан енді бар жағылғанмен тәжірибемізді сынап көреміз. Вау, шынымен байқағандарыңыздай қар күрекке жиналып қалған жоқ. Яғни күрек ауырлап кетпес үшін осы әдісті пайдалануға сіздерге кеңес береміз.